Қайырлы кеш, Қазақстан. Бүгін осы түнгі эфирімді неден кейін шығуға бел буып отырмын. Қазақстан Республикасының прокуратурасынан мәлімдеме жасалды. Өздерінше есеп берген сейт. Оған ілесіп, Ішкі істер министрлігі есеп беріп өтті. Қаңтар қырғынына байланысты. Сол одан кейін тағы бір не естідім, Жанболат Мамайдың қамау мерзімін тағы ұзартқан көрінеді. Кепілдікке ма, былай әлде босатуға ма, оған не бермеген. Қамау мерзімін, оныкі уже 5 айдан асып кетті, жарты жылға жуықтап қалды. Олды жалғаса беретін сияқты. Енді мұнда ең басты нәрсе прокуратураның есебінде жатыр. Прокуратураның есебі бойынша басында 5000-ға жуық қылмыстық істер қозғалған көрінеді. Оның бәрі қысқара, қазір 560 адам ба, соған жуық адам сотқа жеткізілген көрінеді. Оның біразы сотталып кетті. Біраз адамдарға процессуалды келісім шартпен шартты түрде босатып жатыр. Енді оның бәріне құқықтық баға беріліп жатқан ешкім жоқ, оны талап етіп жатқан ешкім жоқ. Бұның бәрі заңсыз ашылған қылмыстық істер, қудалау, қуғын сүргін, бәрі заңсыз. Ең бастысы мына терроризм деді, басты террорист болып, ол құзырлы органның өздері болып отыр. Басты террорист ол президент Қасым-Жомарт Тоқаев. Қазақстанды 20 000 террорист басып алды деп, басында Алматыны деп, кейін Қазақстанның 13 облысына тарап кетті деп, халыққа, бейбіт шерушілерге қарсы оқ атуға бұйрық берген, ескертусіз оқ атуға. Басты террорист мемлекет басшысы және оның орындаған күштік құрылымдар. Осыны айтуға еш қайсысының қазіргі дәті шыдамайды, арттары шыдамайды. Бұлайша төтесінен айтқанда бәрінің қазіргі өздерінің кеудесін қағып жүргендерін бүйтіп, қуыс кеуделерін қағып жүргеннің бәрінің кеудесі бос. Қуыс кеуде, қаңылтыр кеуде, даңғыр еткеннен басқа ештеме жоқ. Нақты кінәлілерді, нақты сұрайтын адамнан сұрамайды. Қай-қайдағы бір шестерка пешкалардан сұрайды. Оның ішіндегі ферздері, корольдары, офицер аттары мүлдем аталмайды. Басты террорист сол мемлекет басында отырғандар ғой. Ал олардың қуғындап жүргенде қарапайым халық. Солардан террорист шығару ең сорақысы, сол кезде қылмыстық бұйрықты орындап, жүздеген адам, мыңға тарта, Қазақстан бойынша мыңға тарта адам шейіт болып кетті. Ал енді солардан террорист шығарамыз деп, өлген адамдардың үстінде қылмыстық істерді қозғап тастаған. Солардан террорист шығарамыз деген. Бұл енді прокурорлар ондай неге жауап бермейді. Қайдағы террорист, олардың ешқайсында не жоқ қой, террорист болатындай негіз жоқ. Бірде біреуінде негіз жоқ.
бір террористі тауып берген жоқ. Жала жабылды, бірақ еш нәрсе жоқ, мүлдем. Мына партия құрып жатқан, мысалға, Болат Әбілов бар, Жасарал Қуаншалин, тағы кімдер бар, мысалға, Боқаев бар, тағы да неше түрлі партия құрғыштар. Одан кейін Болат Әбілов, оның серіктестері бұрынғы кім еді? Жақиянов, Нұрлан Смағұлов, соларда тіріліп жатыр. Арберден кейін қай-қайдағы саяси өлікке айналғандар тіріліп жатыр. Олжас ағамыз, Олжас Сүлейменов, Серік Абдрахманов, бұлардың бәрі енді бұл кәдімгі политтехнология, мысалға Ерлан Қариннің жасап жүрген, пиар жасап жүрген осы әбден қылмыскер президент, қылмыскер атқарушы билік, күштік құрылымдардың артын жабу үшін неше түрлі сондай адамдарды шығарып, сөйлетіп, өздерінше партия құрғызып, біреуінің аузынан шықпайды ғой сондағы басты террорист кім екенін. Әділ сот дейді. Қайдағы әділ сот? Соттардың барлығы жалған. Арберден кейін қылмыстық істердің бәрі жалған. Бәрі заңсыз. Тергеушілердің қозғаған істерінің бәрі заңсыз. Одан кейін қамалып жатыр. Жүздеген адам әлі де Си-18-де қамалып жатыр. Олардың барлығы десе де болады. Мүмкін бірлі жарым кінәлілер бар шығандар. Бірақ соның 99,9% бәрі кінәсі жоқ, мүлдем жоқ. Олардан қайдағы террорист, өлген адамдардан қайдағы террорист. Және де прокуратураның сөзінде тағы көңіл бөлсеңдер, былтырғы соттар, былтыр алдыңғы жылы басталған сот процесі көше партиясын экстремист деп жариялап, былтыр осы жылдың аяғына дейін, декабрь айында соңғыларына шығарды. 2 жылдан 5 жылдыға дейін соттады көше партиясының белсенділерін. Экстремисті 405 баппен. Сонда біреуің араша түстіңдер ма? Біреуің, мысалға. Ешқайсың араша түскен жоқсыңдар. Көше партиясына жолап кетсек, бізді де экстремист деп жариялайды деп. Ал өздеріңнің бастарыңа келетін ойлаған жоқсыңдар. Мүлдем ойлаған жоқсыңдар. Ол заңсыздық. Мына қазіргі қалай заңсыз болып жатса, мына қылмыстық істер, көше партиясына қозғаған істер де заңсыз болатын. Бәрі бұл соның жалғасы. Бұлар содан бастады, ал енді соны аяқтап келе жатыр. Көше партиясын әлі соттап біткен жоқ. Осы жақын, осы 2 күн ба 3 күн бұрын Шымкентте тағы сот процесі болып өтті. Жамұрат Аштаев, Қайрат және Ләззатбек қызы. Оларға да 2 жыл 8 ай, 2 жыл 6 ай, 2 жыл 1 ай ма, әлде 3 жылдан ба сондай кесіп тастады. Оларды да экстремист деп, сол баяғы көше партиясын соттаған бап бойынша соттады. Оған негіз болып отырған Есіл аудандық сотының шешімі. Ол да заңсыз шығарылған шешім. Ешқандай тергеу амалдары жүргізілмей, заңдарды да конституция аяққа тапталған не бойынша шығарылған шешімдер. Заңсыз қылмыстық істер, заңсыз сот процесі,
заңсыз тергеу, барлығы заңсыз. Ал бұл заңсыздық қаңтарда жалғасып жатыр. Бәрі заңсыз. Бұларға баға беретін уақыт қайда? Қанша рет айтылды? Былтыр айтылды. Былтыр көше партиясының егер барлығын қолдап, мысалға, олардың 405-ші бапқа Есіл аудандық сотының шешіміне құқықтық баға беруді талап еткеніңізде, бұның біреуі де болмас еді. Қазір бұлар соны апкаткадан өткізіп алды, соны жалғастырып жатыр. Заңсыздық жалғасып жатыр. Мына бастарына келсе де, мына демократиялық партия Жанболат Мамайды қазір 5 айға жуықтады, уже 4 айдан аз 5 ай толады осы жуық арада. Оны да заңсыз соттап жатыр, оны енді козел отпущение қылып жатыр. Ал сонда да бұлар несінен таймайды, Тоқаев халыққа жағу үшін Жанболатты босат, Назарбаевты сотта дейді. Ол не сөздерің ол, мысалға. Басты бәле қазір Тоқаевтың өзінде ғой. Тоқаев бірінші қылмыскер сол. Соның тапсырмасымен ол бәрі Жанболатты қамап отыр. Ол прокурор немесе тергеуші еріккенен оның үстінен қылмыстық сот қозғап отыр ма? Оның бәрі саяси тапсырыс. Не сандырақтағандарың Тоқаевтан әділдік сұрап. Одан кейін мына балалары қайтыс болып, осы оққа ұшқан қаншама адамдар, әйелдері, жолдастары, бала шағасы Астанаға барды. Тоқаевтың алдына барды. Шықты ма? Шыққан жоқ. Қамады арбер деген 3 күн өткеннен 4-ші күні. Қамауға бұйрық берді. Оның халықтың алдына шығатын, есеп беретін беті жоқ, себебі ол нөмір 1-ші қылмыскер. Ол қанішер. Ол қанішерлігі өзінің ұстазы Назарбаевтан асып кетті. Ол нөмір 1-ші қанішер, нөмір 1-ші қылмыскер. Соған сендер барып, құлдық ұрасыңдар алдына барып. Осы Болат Әбілов, қаңтарды көтереміз, үйтеміз, бүйтеміз дедің. Неге сол аналарға бармадың? Неге қолдау көрсетпедің? Немесе Жасарау, Қуаншалин. Неге бармадыңдар? Неге қолдау көрсетпедіңдер? Сол аналарға, әйелдеріне, бала шағасына құқықтық қолдау көрсетпедіңдер ма? Ең болмаса халыққа үндеу тастамадыңдар ма? Халықаралық ұйымдарға үндеу тастамадыңдар ма? Жоқ, сен ондайларға бармайсыңдар. Өздеріңше пиар жасайсыңдар. Кеуделеріңді, қуыс кеуделеріңді қағасыңдар. Даңғыр етіп. Жеме-жемге келгенде біреуін Тоқаевты кінәлауға дәттерін шыдамайды. Шындап келсе, бірінші кінәқар сол Тоқаев қой. Оның қырық өтірігі тағы ақтап алғыларың келеді. Оны адастырды, ол Назарбаевпен ол бақталастық, сол ұйымдастырған Назарбаев, оның командасы деген ертегіні шығарып алдыңдар. Ода күнә жоқ дегендей. Ол болмаса мемлекетіміз құрып кетеді дегендей. ОДКБ, Путиндер оны мемлекеттігімізді құтқарып қалды. Ол болмаса мемлекетіміз құрайды деген ертегіні шығарып алдыңдар. Соны халықаралық дәрежеде айтылып жүр. Сол ертегіге бәрі сеніп жүр, шетелдіктер әсіресе. Тоқаевқа қаншама пиар жасап тастады. Петербордағы экономикалық форумда, ол да пиар кімнің?
Онсыз да абырой Қазақстанда жүрдай болған, сол абыройын көтеру ғана. Абыройын көтереміз деп референдумды өткізді, абыройын көтереміз деп құрылтайда шақырды. Бәрі жалған дүниелер. Соны қолдап, қолпаштап жүрген өнер адамдары, ғалымдар, небір қазақтың кезіндегі аты шыққан, жылдап абырой жинап, бір күнде абыройын төгіп тастағандар. Космонавтынан бастап ғалымдарына дейін өнер қайраткерлері бәрі, Смағұл Елубаевың бар, космонавт онсыз да білесіңдер, Тоқтар Әубәкіров, академик Жұмаділдаев Асқар, басқалар да тағы бірден ауызға түсе бермейді. Қанша ол беттерін нәрін төгіп, Тоқаевты келіп мақтап жатыр. Оны алданды дейді. Қайдағы алданды? Ол басында оған сол керек болды. Ол жала, өтірік, 20 мың террорист, ол не үшін керек болды? Ол ОДКБ әскерін шақыру үшін ғана керек болды. Ол сылтау ғана. Ол алданған жоқ. Ол соны өзі шығарған болу керек ары берден кейін. Өзі шығарған, өзі тапсырыс берді. Тергеушілер үстінен прокурор, соларға тапсырма берілді. Осылардан террорист шығарыңдар деп қамауға алынған. Ең бірінші қамауға алынған ол міндетті түрде өліп кеткендер, олардың үстінен қылмыс қозғалды. Және жараланғандар, операциялық столға түскендер, соларды барып қамады. Одан кейін видеоға түсіп қалған небір жастарды апарып қамады. Бәрінің 5 мыңнан астап қылмыстық іс қозғалды. Қанша он мойындатып, істемеген істі істедім қылып, мойындатып, процессуалдық келісімге келтіріп, шартты түрде соттады. Оның бәрін жариялап жатқан жоқ. Шартты түрде сотталды, бірақ кінәсін мойындатқызып, істемеген істінді істеткізіп, кінәсін мойындатқызып, сөйтіп процесті жүргізіп жатыр. Ал мойындамағандарды қинап жатыр. Түрмеден шығармай жатыр. 560 деді ма, 558 деді ма, сондай адам әлі түрмеде отыр. Олар мойындамағандар. Шымкентте 3 көше партиясының азаматын соттады, қаншау әлі сот процесіне жеткен жоқ. Оның ішінде Дархан Уәлиев бар, Қалас бар, Нұрпейісов, Мұрат Баймағамбетов бар, Қызылордалық, Нұргелді бар, осы Алматыдан, фамилиясы қазір есімде жоқ. Тағы Семейден кім бар? Кім еді аты? Анар Қалиева, оны да баласы түрмеде әлі отыр мысалға. Осындай белсенділерді оларға да жала жабылып жатыр. Солар мысалға. Қаншама жастар, мүлдем ысылмаған жастар. Оларды мойындатқызып жатыр. Жаппай заңсыздық. Кімдер? Болат Әбілов, Санжар Боқаев, Жасарал Қуаншалин, одан кейін Әлтаев, тағы қайсың бар? Ауызға бәрі бірден түсе бермейді. Партияшылдар. Партия сендерге не теңің қазіргі уақытта? Бірінші осындай сұм жүйені, сұмпайы жалмауыздың кетіру керек қой. Қаңтардың қырғынына нүкте қойғызу керек. Қаңтар қырғынын тоқтату керек, соның репрессиясын тоқтату керек.
Оны өздері қырып бір алады, я өлтіріп алады. Қанша оны жаралайды, қалғанын айыптайды. Аман қалғандарын, жаралы болғандарды айыптап жатыр. Ал онда сендердің шаруаларың жоқ. Пиар жасайсыңдар. Ескерткіш қоямыз, мына жерге көше қоямыз деп. Тергеу аяқталсын, тергеу айтады. Қайдағы тергеу? Бұл тергеу бәрі тапсырыспен жасалып жатқан тергеу. Тергеуге араласпасын дейді прокурор бүгінгі несінде. Ол қалай құпия болады? Ол құпия болмау керек. Тергеуді ары берден кейін кімге жүргізу керек? Президентке жүргізу керек, ішкі істер министрінен бастау керек. Одан кейін ұлттық қауіпсіздік комитеті басшылары, орынбасарлары, қалалық облыстық департамент басшылары, орынбасарлары тергеуді солардан бастау керек, қылмыстық іс соларға қозғау керек қой. Ал еш кінәсі жоқ жастарға кінәні арту, енді бұл ешқандай неге жатпайды ғой. Қалай парламентке барамыз деп отырсыңдар? Қай беттеріңмен парламентке сайланамыз деп отырсыңдар? Сендерді жолатпайды да, құры емексітіп, қазір партия құрамыз деп отырған Болат Әбілова болсын, Әблязова болсын, Жасаралмен бірге. Нұрлан Смағұлов, оның партнерлары қаншама, кімнің айтып кеткен қазіргі Тоқаев киндер сюрприз деген 2001 жылы. Сол Тоқаевтарың қазір басшыларың. Енді соның артына кіріп жатсыңдар. Оны неге алып шығудың орнына? Күнәһарды неден орнынан жұлып алып кетіру керек, соны мәжбүрлеу керек, кетсін деу керек. Оған мүмкіндік беріп, реформа жасатамыз деген не сандырақ парламентті таратсын, әділ парламент сайлауын өткізсін деген, соған үміттенудің керегі не ол? Бұлар атқарушы билікті кетіріп алыңдаршы, сонда әділдік орнатып алыңдар. Одан кейін Болат Әбілов бір сөзінде көше партиясы не деп айтады? Амнистия жариялай салмай ма дейді. Қайдағы амнистия? Ол заңдар бұзылып жатса, конституция бұзылып жатса, халықаралық адам құқы жөніндегі конвенция бұзылып жатса, заңсыз сотталып жатса, қайдағы амнистия? Олардың бәрі ақталып шығу керек қой. Сол ақталып шығуын қамтамасыз етсеңдер, сендерде мықты адам болмайды. Онда сендерге бәрі сенер еді. Мына қаңтарды да ақтап шығыңдар. Қаңтар қырғынында қырылғандарға құнын төлеткізіп, моралдық, материалдық өтемақысын төлеттіріп, Тоқаевтан бастап күшті құрылымдардың басшыларын бәрін тергеуге алдырып, шетел ОБСЕ-ден ООН-нан тергеушілер, эксперт, сарапшыларды алдыртып, осы қаңтарды халықаралық деңгейде зерттетпейсіңдер ме? Сонда сендерді бағалауға болады. Әбіліп, не? Сен ескерткішті өздерінше бөскенше осыны қолға алмайсың ба? Сонда сенде бағалар еді, елдер сыйлар еді. Бәрін ақтап алу керек, басқа ештеңенің керек емес. Бүкіл қаңтар қырғынындағы зардап шеккендердің бәрін ақтап алу керек. Түгелдей. Соның анық қанығына жету керек. Яғни ертегіні айтудың керек жоқ. Кінәнің бәрін Назарбаевқа аудардың керек емес. Назарбаев, Тоқаев, олар бәрі Назарбаевтың шекпенінен шыққандар. Ары берден кейін Болат Әбілов, кім?
Nurlanı бар, Мұхтар Әблязов, Мұхтар Жәкішев, басқалары да қазір ауызға түспей жатыр. Бәрі соның Назарбаевтың шекпенінен шыққандарсыңдар сендер де. Птенцы, балапандарысыңдар. Енді өздеріңше менсінбейсіңдер, басқа халықты менсінбейсіңдер. Бізден басқа ешкім бола алмайды дегендей. Өздерінде он орап әкететін азаматтар бар Қазақстанда. Танылмай жатқан. Қанша қудаланып кетті, қанша сотталып кетті, қанша өліп кетті. Онда шаруаларың жоқ. Солардың әділдігін талап ететін сендер ме? Жоқ. Ал әділдік орнамайынша Қазақстанның болашағы жоқ, ешқандай не болмайды. Сендердің иектеріңді қышытпаңдар. Демократиялық партия, сендерде не сендердің сөздерің Жанболатты босатсын, Назарбаевты сотта, Нигматуллинді сотта, немесе кім еді қаланың әкімі болған. Соны сотта, бірінші Тоқаевтан бастамайсыңдар ма? Кімнің бәріне осы қылмысты жасап отырған? Тоқаевтан сұраудың орнына тірі өліктерді не қыласыңдар? Оларды жылы жауып отырады, ол биліктегі кім? Билікте отырған Тоқаев, Тоқаевтың көзін құрту керек. Тоқаев сотталу керек. Тоқаевтың үстіне қылмыстық іс қозғалу керек. Ал Тоқаевтан келіп талап етесіңдер. Жанболатты босат, Назарбаевты сотта. Ол не сандырақ ол? Дұрыс сөйлемейсіңдер, талаптарыңды дұрыстап алмайсыңдар ма? Әблязовтың да талаптары сол сияқты. Алдында өзі легитимизация, былтыр 1,5 жыл бұрын парламентті легитимизация жасады, сайлауға қатысып. Биыл енді осы жақында референдумды да қатысып, легитимизация жасауға үлес қосты. Керісінше тәуелсіз бақылаушыға қатысудың орнына оған қатыспадыңдар. Ал талаптарың Тоқаевты кет деген бір нәрселерің жоқ. Қай-қайдағы түкке тұрғысыз талаптар. Тоқаевты кетіру керек қой, Тоқаевты. Міне, басты бәле сонда жатыр. Назарбаев оны қадап кеткен. Ол анық білген. Ол қанышер, өзінен асып кеткен қанышер екен, ол жақсы білетін. Білгеннен оны бекер қадап кеткен жоқ орнына. Және де бұл Тоқаевтың қауіпті адам екені, ол жалғыз Путиннің несі емес, ол кімге де қызмет етеді. Си Цзиньпин, екінші, егер Путин негізгі крыша Путин болып келе жатса, ал егер Путиннің күні қараң болса ертеңгіні, халықаралық неге шыдамай Украина жеңіп жатса, немесе Ресейде төңкеріс болып жатса, Тоқаевтың сүйенетіні Си Цзиньпин, Қытайдың несі, Қытай әскерін кіргізуден тайынбайды. 25 апрельде Қытай қорғаныс министрі Қазақстанға келді. Астанада болды. Ол жайлы ешкім әлі айтпайды. 25 апрель күні. Ол Тоқаевтың қабылдауында болды. Құпия келісімдер жасалды. Ол ешкім білмейді, ешкім жарияланған жоқ. Бір мәлімдеме жасады, ол өзінше қоқан-лоқы көрсетті. Америка, Евроодаққа, әрбірден кейін Путинға дейін және ішкі оппозициялық күштерге де қоқан-лоқы көрсетті. Біз Қазақстанда түрлі түсті революция жасауға, төңкеріс жасауға жол бермейміз деп. Әскер кіргіземіз деген ғой енді, сөз ғой енді, ар жағында жатқан.
Міне ол қандай адам қазір билікте отыр. Соған сонымен бірге мемлекет құрамыз дейсіңдер. Мына партияшылдар. Бірінші кетіріңдер, бұл Тоқаев кетпейінше қайдағы сайлау, қайдағы парламент. Парламентті ұмытыңдар. Партияны тіркетеміз дегенді қойыңдар енді. Соншама сабылып, сол сабылған, соған жұмсалған күштеріңді кімге қарсы қолданбайсыңдар ма? Тоқаевты ашкерлеуге қолданбайсыңдар ма? Бар күш жігерлеріңді, соған төккен терілеріңді, соған шыққан шығындарыңды, тиын тебендеріңді, плакаттарыңды, неше түрлі нелерді тіркетеміз деген жазған қағаздарың, плакаттарың, нелеріңді бұған қарсы әшкерлеуге неге жұмсамайсыңдар? Бүкіл күш жігерлеріңді ОБСЕ-нің алдына барып, Европада жүрген адамдарың, ОБСЕ, Евроодақ, Европарламент, соның алдына неге бармайсыңдар? Немесе мемлекеттік нелердің алдына, әр елдің, ақштың, немесе ағылшын, француз, барлық елдің неге осыны әшкерлемейсіңдер? Қаншерді неге шығармайсыңдар? Орыс айтады ғой, на чистую воду деп. Маскасын сыпыратын уақыт болды ғой, онсыз ешқандай жақсылық болмайды. Ертең бәріміздің күніміз қараң болады. Мына Жанболатты шығармайды енді, шығармайды, өліп, жарылып кетсеңдер де шығармайды. Оны дұғанда көшеліктерді қалай соттады, солай соттайды. Қырық етсеңдер қалғандарыңды соттайды. Одан кейін шеттерден тағы басқаға ауыз салады. Дем партияның аузына құм құйылғаннан кейін келесіге ауыз салады. Осы енді, кімді тыңлаңдар, бүгінгі прокуратураның мәлімдемесін. Сол несінен әлі таймай отыр. ДВК мен көше партиясы экстремистік ұйым дегендерінен таймай отыр. Кімдерді соттайды тағы? Әлі де көшеліктер отыр ғой. Осыдан бір айда болған жоқ. 405 пен әлі де соттап жатыр. Ол 500-ге жуық қылмыстық іс ашылған болатын. Оның 100-ге тарта сотқа жетті. Сот шешімінен бәрі пробациялық контрольда. Енді сотталғандардың біразына не бойынша біразы шығып болып қалды. Енді Бағдат қалды, оған бір ай шамасында әлі бар. Қалғандары шартты түрде босатып жатыр. Сонымен өздерінше не қылады ғой? Өздерінің қылмыстық істері, заңсыз істерін заңдастырып аламыз дейді. Сөйтіп заңдастырып жатыр. Қаңтар қырғыны, соған жол бермеңдер, соған жол беруге болмайды, заңдастырайын деп жатыр. Өздерінің заңсыз істерін. Соған қарсы тұрыңдар. Әйтпесе ертең Болат Әбілов сенің бар тірлігің түкке тұрғысыз болады. Бетіңе түкіреміз ертеңгі күні. Қылмыстық істердің бәрі жабылсын, соған жұмыс жаса. Қай-қайсың болса да. Қылмыстық істердің бәрі жабылсын, қылмыстық істер басшылардан бастап соларға қозғалсын. Халықаралық сарапшыларды шақыртайық де. Осы ұран болсын. Бұл кетсін, халықаралық сарапшыларды шақыртайық деп. Осындай ұранда жұмыс жасау керек. Соған бәрінді шақырамын. Қош сау болыңдар. Таратыңыздар. Комментарий болса жазыңдар. Лайктарыңды қойыңдар.